Ал сіз жапон тілінің негізгі ұғымдары күрішпен, ал қазақ тілінің сөздік қоры 4 түлікпен байланысты екенін білесіз бе? Жапон үкіметіне күрішті шетелден сатып алу тиімдірек, бірақ бірнеше есе қымбатқа түссе де, күншығыс елі өздері егуге шешім қабылдайды. Өйткені күріш олардың дүниетанымының, тарихының, өмір салтының символы. Тіпті жапон тіліндегі сөздердің көбі күрішке тікелей байланысты. Егер олардың санасынан бұл сөздер жоғалса, ұлттық сипат та жойылып кетуі мүмкін. Дәл сол секілді көшпенділер тіршілігі мал шаруашылығына тікелей байланысты болған. Сондықтан бізде де 4 түлікке қатысты сөз тіркестері өте көп. Қазақты жылқы мінезді дейді. Ендеше бүгін жылқы малына қатысты сондай тұрақты сөз тіркестерінің мәніне үңіліп көрсек. Мәселен, ат шаптырым жер деген тіркес бар. Бұл алыс дегенді білдіреді. Сол сияқты ат құйрығын кесісті деген сөздің мағынасы қатты ренжісті. Әлде бір танысыңыз көптен бері келмесе, ат ізін салмады десеңіз болады. Ағаш атқа мінгізді деп әлдебір адамды өсек аяңға іліктіруді айтады. Қазақ ұрпақтар сабақтастығы деген ұғымды басқа сөзбен ат тұяғын тай басар дейді. Ал ер жеткен балаға ат жалын тартып мінді деген тіркесті қолданады. Сонымен қатар қазақ тілінде ат төбеліндей деген тіркес бар. Бала күннен бірге өскен достарды тай құлындай тебіскен деп суреттейді. Дұрыс мән бермеуді ат үсті қарау, ал өте шымыр епті адамды ат құлағында ойнау. Ап анық дегенді басқаша, тайға таңба басқандай. Арқа сүйеу, сүйеніш болу дегенді ат басын тіреу деп айта аламыз. Ұлтымыз өте толық ет жеңді адамды кейде бес биенің сабасындай деп суреттесе, тәкаппарлық өркөкіректік ұғымын жаман атқа жал бітсе жанына торсық байлатпас деп бейнелеген. Міне, қарап отырсақ жылқы малының мінезін, болмысын, түр сипатын суреттеу арқылы қазақ тілінде қаншама ұғым пайда болған. Ал сіз қандай тіркестерді білесіз? Пікірге жаза кетіңіздер.